Қалайсыз, Седлс? Саған ханымның көйлектері атты топтаманың жаңа желісі ұнады ма? Әлбетте. Рерити ол тамаша. Эквестрияның қай жерінен шабыттаптың? Шейдл Спейдті оқып, оларды жасадым. Оның оқиғалары жұмбақ пен құпияға толы, және ең бастысы, оның киімдері де әдемі. Керемет. Бұл мінсіз. Не істеп тұрсың? Аздаған бір нәрсе, кішкене түзеп жатырмын. Шейдл Спейдте ұсақ-түйектер бәрін шешет, менде де солай. Міне осылай. Енді мінсіз. Міне. Сәлем, қыздар. Кешіріңдер. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Ізгесуші Рерити. манекендеріңді құлатып алғаным үшін кешіріңдер. Біз бәрін тез арада ретке келтіреміз. Контрлотта не істеп жүрсің? Селестия ханшайымның патшалық бақтарының ашылу салтанатына келдім. Иә. Осы маусымда бақтардың ерекше сәнді екені туралы сыбыс тарап жатыр. Оны көк пырақтары әуе қойылымымен ашады деп естідім. Сен дұрыс айтып тұрсың. Рейнбоу Дэште сол үшін осында қызықты болады. Қызықты сияқты көрінеді. Іс жүзінде мен ұшпаймын. Қосалқы орындамын. Көк пырақтарының бірі қатыса алмай қалған жағдайда мені сақтық үшін шақырды. Тым қарапайым болмаш. Қосалқы орындағылардың ішінен тек сені таңдады. Бұл шындық. Және шынымен де жанға жағымды. Сарайда тұра алам, көк пырақтармен тілдесе алам. Және бүгін кешкі аста дәмді тағамдар жей алам. Сен барасың ғой, иә? Барам ба? Салтанатты киініп, әдемі кутюрье ханым екенімді көрсететін мүмкіндікті Эквестрияның бар байлығына алмастырмаймын. Жақсы, кешке кездескенше. Шапсырмалы моншақтар да келді. Сұмдық-ай, қателесіп кетіпті. Айдаһар кескен тастарға тапсырыс бергем, ал мынау тұяқпен жалтыратылған. Кешіріңіз, бірақ бүгін тапсырыстарым өте көп. Тапсырысыңызды жылдам ауыстырып бере алмайтын шығармын. Әрине, олай істей алмайсыз. Жұмысыңыз сондай ауыр. Егер шынымды айтсам, тапсырыстарды қалай ажырататыныңызды түсінбеймін. Иә, бұл оңай шаруа емес. Өйткені қораптардың барлығы қорап пішінді. Иә. Мұны қатты бағалайым. Дегенмен тағы бір кішкентай қорапты сыйғыз алсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Қалай қарайсыз? Енді сіз үшін Рерити не істеуге болатынын қарап көрейін. Рерити, сен құлыннан да кәмпит сұрап ала аласың. Бұл түк емес. Понилердің бәрі өздерін қошеметтегенді ұнатады. Ал енді маған кешке көйлек таңдауға көмектесуің керек. Әрине, жаңа топтаманың ішінен қарайық. Кеттік, бірдеңе жеп алайық. Бұл арша фениксінің иісі ме? Жоқ, бұл брокколи. Иә, арша фениксі ұнататын иіссуларымның бірі. Менің де ол қайратты, бірақ жұмсақ гүлдердің жеңіл иісімен. Ол деген... Рарити, сен не бұл кім екенін білмеймісің? Иіссулар мен мойын ұрауыштардан хабары бар джентльмен бе? Бұл Уиндрайдер. Танысқаныма қуаныштамын. Аяқтауыма мұрсат бермедім, ол тірі аңыз. Тарпаңдардың ғажап марафонының рекорды оның еншісінде. Ол баяғыда болған. Егер шынымды айтсам, рекордтың әлі менікі екені оғаш нәрсе. Уиндрайдер, Рейнбоу Дэшпен танысып алғаныңды көріп тұрмын. Ол болашағынан зор үміт күттіретін қосалқы орындағылардың бірі. Шынымен бе? Сізге жету қайда? Мен жылдаммын. Дегенмен ұзақ шуға күшім жетпей. Қарапайым болмаш. Жаттығып аласың да барлық рекордтарды жаңартасың.
ендеше танысқаныма қуаныштымын. Мен өте қуаныштымын, мырза. Сен алар емеспін, Уиндрайдерді кездестірдім. Ертең әуе гүліміздің ортасына тұру үшін қатарымызға қайта қосылады. Рас па, бұл керемет. Ең керемет Уиндрайдерді мінберден көретін болдым. Ертеңгі жаттығу үш пыстырарлық болады. Қаласаң, саған серік бола аламын. Қолыңнан келеме? Олар достардың келуіне әрқашан рұқсат береді. Ой, кешір. Кел тазалап берейін. Жоқ. Жібектен дақты кетіру өте қиын. Бірақ мен дайындалып келдім. Бәрі тамаша. Кешкі ас керемет болды. Шақырғаның үшін рахмет. Пәлі, шығыс мұнараға тұрақтанғанбысың? Контрлот бұл жерден тамаша көрінеді ғой. Жолымыз болған, солай ғой. Олай болса, жаттығудың алдында ұйықтап алу керек. Ертең кездескенше, Рэрити. Қайырлы түн. Серік болғаныңа рахмет, Рэрити. Сен болмағанда қазір кіммен сөйлесіп отыратынымды білмеймін. Менімен сөйлесетін едің. Рейнбоу Дэш, Спитфайдердің апасы сырқаттарып қалдым дейді. Спитфайдер апасының жанында болып оны қарауға кетті. Әттеген-ай, апасының халі жақсы деп үміттенем. Мен де. Ал қазір сен бізге керексің. Оның орнын басасың. Яғни қойылымның өзінде ме? Егер Спитфайр оралмаса, солай болады. Сені жерге қаратпайын, Сорин. Бұл сондай тамаша. Мәсіған. Уиндрайдердің өзімен бірге ұшам. Көкпірақтармен, себебі мен ең үздікпін, мен күштімін. Олар мұны білет. Бәлі. Рейнбоу Дэш? Тыныш, қуанып алсыншы. Сәлеметсіз бе? Досыңыз ба? Туысыңыз ба? Туысым, менің әпкем көкпірақтар қатарынан. Оны бұл жерден көрмей отырмын. Спитфайрды білесің бе? Спитфайрдың апасысыз ба? Алайда сізді сырқаттанып қалған шығарсыз деп ойлаған едім. Не? Спитфайр сізден сырқаттанып қалғаныңыз жайлы хат алды. Ол сізге күтім жасау үшін үйіне кетті. Мен хат жіберген жоқпын. Қызық екен. Stormy Flare? Сырқаттанып жатқан жоқсыз ба? Не болып жатыр? Білмеймін. Бірақ әпкеме хат жолдамағаным анық. Бәлкім Спитфайрға біреу жалған хат жолдаған шығар. Алайда мұндайды кім істей алады? Оны қойылымнан шығарып тастақсы келген біреу. Бірақ мұның не керегі бар? Мүмкін, оның орнын басу үшін шығар. Мен бе? Мен Спитфайрға олай істемес едім. Мұны не үшін мен істеді деп шештіңдер? Өйткені Спитфайр екеуінің кешкі астан бірге қайтқандарыңды көрді. Біз сарайда көрші тұрдық. Уинрайдермен ұшу үшін бәріне дайын екеніңді айтқансың. Алайда кез келген нәрсеге деген жоқпын. Спитфайр маған жарым түнде келіп апасына баратынын айтты. Сен сол кезде қайда болдың? Жарым түнде ұйықтап жаттым. Мен тамаша түс көрдім. Уиндрайдермен және көкпірақтармен бірге алаңның үстінде ұшып жүрді. Осыны қатты армандадым. Маңыз емес, бұл көмектеспейді. Менің ойымша ол істеді. Рейнбоу Дэш, егер қойылым басталғанша Спитфайрдың кетуіне басқа біреу кінәлі екенін дәлелдесең, бізбен шаласың. Ал қазір Мисси Флай, Блейз Stormy Flare'дің үйіне қарай ұшыңдар. Спитфайрды тауып, тез кері қайтарыңдар. Ескертем, егер хатты сен жіберген болсаң, мұнда ережеге анық, сені пырақтар қатарынан бір жола қуып жіберуіме тура келеді. Түсіндің бе? Түсіндім. Бірақ мен ондай хат жібермегенімді қалай дәлелдейін? Мен көмектесем. Іспен ізкесуші Рэрити айналысады. Жұмбақты менің киім ауыстыруымнан да жылдам шешеміз. Ал бұл қандай костюм? Әрине, бұл керемет костюмдерді киіп, мен Шейдлспейтке еліктеймін. Ол сенің хатты жібермегеніңді дәлелдеудің ең жақсы жолы. Хатты кімнің жібергенін табу екенін айтатын еді. Бізді Рейнбоу Дэш екеумізді ұзақ жол күтіп тұрды. Дегенмен, онша ұзақ емес, өйткені уақытым тығыз болды.
Бастысы сынаққа дайын болдым. Міне, қылмыс орнын тексеріп жаттым. Сонымен қатар әдемі болдым. Бәлкім бұл Спитфайрге келген хаттың хат қалтасы шығар. Мынау Рейнбоу Дэштің жалына да ұқсайды. Бұл жаман. Рейнбоу Дэш уайымдай бастады. Бірақ мен нағыз қылмыскерді тауып, оны ақтап ала аламын. Не істеп тұрсың? Не? Әншейін. Рейнбоу Дэштікі дұрыс екен. Жұмбақты шешу үшін бар назарымды аудартуым қажет. 100% нәтижеге бағытталған болуым. Бұл перделердегі дамас көрнегі сондай керемет. Бұл деген жібек бау. Ой, әшекейге қарайтын уақытымыз жоқ. Егер істі ашпасақ, мені көк пырақтары қатарынан қуып шығады. Білем, Рейнбоу Дэш. Сүйкімділіктің білезікке жабысқандай мен іске жабысып жатырмын. Менің ойымша Спитфайрға біреу хатты әкелуі тиіс. Демек, хат әкелушіні біреу көрді. Сіздерге бірнеше сұрағым бар. Сенімдімін, бәрін анықтаған кезімізде біз деген... Болсаңшы, Рерити, уақытымыз тығыз. Кеше тура жарым түнде қайда болдыңдар? Осы жерде болдық, қызметімізге сай дәлізге керетін есікті күзеттік. Иә, әрине. Саған айтып отырмын ғой, осында болдық. Дәлізге кіріп шыққан ешкім болған жоқ. Сені сынамағанда. Не дегің келіп отыр? Солтүстік батыс қанатта 2 ақ бөлме бар. Сенің және Спитфайрдың. Демек, бұл қанатқа емін еркін кіре алатын ол сенсің. Су лайлана бастады. Рейнбоу Дэштің әдісі қисынсыз болатын. Бұл жерде басқа тәсіл қажет. Қане, енді мен жалғастырайын. Сіздердің жұмыстарыңыз сондай ауыр. Мүмкін кейде іштеріңіз пысып кететін шығар. Солай ма? Солай екені рас. Мен төбедегі тақтайшалардың 345 шегесін санадым. Және әрине қамал сақшысы сондай қайырымсыз жұмыс. Солай істедіңіздер деп тұрған жоқпын, әйтсе де үзіліске шықсаңыздар оған әбден лайықсыздар. Иә, дұрыс айтасың. Жұмысымыз үшін алғысты сирек аламыз. Кешегі кешті қоспағанда біреу бізге торт қалдырып кетіпті. Міне сол тортты жеу үшін үзіліске шықтық. Ол қандай торт еді? Тәтті крем қосқан ше торты. Шәрбат ванильді ме, шоколады ма? Шоколады. Крем раушандармен безендірілген бе? Иә. Оның қалай безендірілгені маңызды емес. Рейнбоу Дэш тәсілдерімнен күмәнданды. Бірақ мен не істеп жатқанымды білем. Рас па? Мұны дауыстап айттым ба? Енді тіпті өзімде кінәлімін деп ойлаймын. Шынымен де осы қойылымда ұшқым келген. Егер хатты түсімде жазсам ше, түсімде не істейтінімді білесің бе? Мен білмеймін. Сабыр сақта, Рейнбоу Дэш. Шешімін табамыз. Кантерлотта кремді раушандармен безендірілген шоколадты шие тортын бір жерде ғана пісіреді. Және бұл кондитерлік және шай дүкені Cinnamon чай. Сәлеметсіздер ме, қандай көмегім керек? Бізге қаладағы ең жақсы кремді раушандармен безендірілген шоколадты шие торты керек. Демек сіздер дұрыс келдіңіздер. Тек бізде ғана тәтті кремді раушандармен безендірілген шоколадты шие торты бар. Оны біреу сатып алыпты. Кімнің жолы болды екен? Мен тіпті айта алмаймын. Не үшін? Өйткені танымал біреу алды ма? Жоқ, өйткені бұл түсініксіз болды. Ол жамылғы жамылып, көзілдірік тағып, қалпақ киіп және бетін мойын ораушпен орап алған. Және оның жуан, қарлыққан дауысы есімде қалды. Қарлыққан деген қандай? Сіздікіне ұқсайтын дауыс. Егер тағы бір нәрсе есіңізде болса айтыңыз. Сіздерге ақпаратым бар. Тортты сатып алған понидің мойын ораушына кездейсоқ шоколад жағылып қалғанда жанжал шығарды. Бұл сұмдық қой. Мойын орауыштың түсі қандай еді? Жоқ, қоңыр сарғыш түсті болдау. Мүмкін емес. Сен қалайша мұндай сәтте сән туралы айта аласың? Рейнбоу Дэш, бай балам салма. Маған сенім артуыңа тиіссің. Саған сенім артайын ба? Маған көмектескеннен гөрі киім ауыстыруға көбірек уақыт жұмсадың. Мен құрыдым. Тіпті олай емес. Кеттік. Рейнбоу Дэштің титықтағаны түсінікті. Ал менің балапандарымның біреуінен басқасы санаулы болды. Оған бұл ұнамады.
Бірақ топшылауымның дұрыстығын білудің бірақ жолы бар еді. Спитфайр ата-анасының үйінде болмай шықты. Ол қайда болуы мүмкін? Мен қылмыскерді таптым. Біреу Спитфайрды жөнелтті де Рейнбоу Дэшке орғазды. Және бұл басқа біреу емес. Уиндрайдер. Рэрити, маған Уиндрайдер орғазды деп қалай айтасың? Ол тірі аңыз ғой, не деп тұрсың? Айғақтардың бәрі соны көрсетіп тұр. Сенің қандай айғақтарың бар? Торт туралы сұрадың, үлгіге тамсандың, және киіміңді қайта-қайта ауыстырдың. Мен түсіндірейінші. Спитфайрды үйіне сенің жібергеніңе ешқашан сенбеймін. Және сенің жалыңды оның бөлмесінен тапқан кезімде олардың түсіп қалмағанын түсіндім, олар кесілген. Ешкімнің жалы уыстап түспейді, сосын шетіне қараңдаршы. Бұл түзу сызық, қайшымен кесілгені түсінікті. Демек, біреу жасырын тастап кеткен. Сосын бөлмені тексергенімізде хат қалтаның иісін сездім. Арша Фениксі, Уинрайдердің ұнататын иісуі. Содан кейін сарай дәлізінде перделерінің бірі баумен байланбағанын байқадым. Демек, біреу олардың артына тығылған. Бәлкім, хатты тастап кеткеннен кейін тығылған шығар. Арша Фениксі танымал иіссу. Кез келген біреу пердені ұстауы мүмкін. Сондықтан сақшылардан жауап алдым. Олар түні бойы кіреберісте күзетте тұрған. Біреу оларға торт тастап кеткен уақытты санамағанда. Тортты сатып алған понидің даусы қарлықан екен. Тортқа тапсырыс берген пони қоңыр сарғыш түсті мойын ұраушын шоколадпен бұлғап алған. Уинрайдердің мойын ұраушының әдеттегі жай орай салмай, қатты байланғанын байқамауы мүмкін емес. Неге олай? Бәлкім ол шоколаддағын жасырып тұрған шығар. Бұл сандырақ. Көк бірақтары, сендер оның сөзіне сенбейсіңдер ғой, солай ма? Мойындаңыз. Мойын ұраушыңызға дақ түсіргеніңізде Рейнбоу Дэшті де орға түсірдіңіз. Жарай, мені ұстап алдың. Мұны істеген менмін. Бірақ, не үшін Уиндрайдер? Себебі кешкі аста брокколиді қатты жегіңіз келді, ал соңғысын мен алдым, солай ма? Жоқ, сен оның ұзаққа ұшу рекордын жаңартасың деп қорқытты. Спитфайр, сен оның рекордын жаңартатыныңды меңзегенде, оның не дегенін мен естідім. Ол хе-хе деді. Бұл сыпайы күлкі, көңілсіз болған кезіңде осылай күлесің. Мен егер Рейнбоу Дэшті көк бірақтары қатарынан қуып шықса, рекорд менде қалады деп шештім. Рас па? Бұл сұмдық қой. Сізді көк бірақтарының ең жақсысы деп ойлаушы едім. Енді олай ойламай. Өз рекордымды сақтап қалу үшін бәрін істедім. Кейде күшті болып қалу үшін қол бұлғауға тура келеді. Көк бірақтары мүлде ондай емес. Ол дұрыс айтады. Көк бірақтары бір-біріне қамқор. Айтпақшы, Спитфайр қайда? Мен оған Stormy Flayer'дың атынан хат жолдадым. Пегаситпен сырқаттанғанын және мұзды құртқа шаштардың көмегімен емдеуге болатынын айттым. Оның тым ұзақ жол болғаны таңғалатын нәрсе емес. Мұзды құртқа шаштарды көктемде табу қиын. Сарай бақтарының ашылуына үлгеру үшін кристалл таулары тым алыста. Рейнбоу Дэш, Спитфайрдың орнына сен ұшасың. Алайда Спитфайр мұны өткізіп алмауы керек. Оны ертіп келем. Бірақ уақытын үлгермейсің. Олай болса соза бермейік. Рейнбоу Дэш әлі жоқ. Бай балам салма. Мен Рейнбоу Дэшті білем. Оның қолынан келеді. Спитфайр, сен оралдың. Сен бәрібір үлгердің. Егер Рейнбоу Дэш мені таппағанда, үлгермес едім. Қайтып келуге уақытым жеткілікті болды. Рэрити, сенсіз қолдан келмесек. Күмәнданғаным үшін кешірші. Әйтсе де неге не істеп жүргеніңді айтпадың? Сені босқа үміттендіргім келмеді. Өзімде шоколаддағын көрмейінше сенімді болмадым. Маған сенгеніңе рахмет. Тіпті мен сенен күмәнданған кезде де. Мен жаман доспын ба? Жалпы сен жақсы доссың. Сол үшін бүгін ұша алмайтын болсаң да Спитфайрды ертіп келдің. Күндердің күнінде сәті түсер. Бәлкім бүгін шығар. Уиндрайдердің орнына қойылымда ұшқын келмей ме? Не? Жоқ, бұлай істей алмайсыңдар. Мен көк бірақтары тарихындағы таңдаулардың бірімін. Енді олай емес. Рейнбоу Дэшке ор қазғаның үшін сені көк бірақтары мүшелігінен шығарып тастайым. Сонымен, бізбен ұшуға келісесің бе?
келісейін бе? Алақай! Я! Хе-хей! Рейнбоу Дэш? Келе жатырмын. Құрбым бақытты сәтті бастан кешірді. Ол әуе гүлінің ортасында өнер көрсетті. Ал мен бе? Мен салтанатты ханымның көйлектері атты топтамамды көрсетуге мүмкіндік Өте алдым. сүйкімді қымбаттым. Мұны тағы да дауыстап айттым ба? Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.